Сәлем достар, бүгін мен осындай егіз ханшайымдарға арнап қырқынан шығару жиынтығын жасадым. Өте әдемі болып шықты. Сіздермен бірге жасалу жолын бөліскім келіп отыр, сондықтан бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге осындай шыны ыдыс керек болады, сонымен қатар ожау және әдемі осындай үкі керек болады. Содан кейін шашын тырнағын салатын ыдыс және осындай соус құятын пластмасс ыдысы, қайшы мен зингерден аламын және осындай әшекейлік заттар керек болады. Ою, моншақтар, полубусинки, мынау имитация страз және осындай әдемі кружева керек болады. Содан кейін жартылай бусиналар және ленталар керек болады. Барлық затымыз дайын, енді бастаймыз. Кез келген түсте әдемі лента керек болады. Жалпақ міне 13 сантиметрліктен екеуін қиып алдым. Міне соны ортасынан бүктеп, ине жіппен осылай ортасынан өтеміз және бір алғаннан кейін барып жіпті айналдырамыз және қатты етіп байлайтын боламыз. Сол кезде осындай кішкентай ғана бантик шығады. Мінекей жасап болғаннан кейін, яғни тігіп болғаннан кейін жанында шығып тұрған артық шашақтардың барлығын қиып алып тастаймыз. Сонымен бірге жалпы бантиктердің жасалу әдісі осылай болады. Ендігі кезекте маған 20 сантиметрлік қызғылт түстен осындай үлкен лента және алтын түстес лента және қызғылт түстес лентадан 20 сантиметрден қиып шығамын. Ең бірінші астына қызғылт, содан кейін алтын түсті, содан кейін тағы да қызғылт түстіні біріне бірін ұйқастырып құрастыратын боламын. Және тігісті қараңыздар, оң жағын, сол жағын, теріс жағын барлығын бір бағытта қарау керек. Осы үшеуін байлап болғаннан кейін жаймен тартамын, тартып тағы бір ортасынан бір жүріп жіпті айналдырып отырып видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Мінекей бантигіміз дайын болды. Енді ортасына осындай үлкен әдемі моншақ салғым келіп отыр. Бұл капля деп аталады. Осы моншақты міне ине салатын жері бар. Содан әдемілеп тартып тұрып, екі шыққа айналдырып тігіп шығамыз да артынан байлайтын боламыз. Мінекей бантигіміз дайын болды. Артық жіптердің барлығын қиып тастаймыз. Қараңыздаршы қандай әдемі болып шықты. Енді кезекте дәл осы әдіспен маған ұзындығы 18 сантиметрлік қызғылт және алтын түстес екі лентаны бір-біріне біріктіре отырып келесі бантикті жасаймын. Сонымен барлығы менде 6 штук бантик болады. Енді кезекте ожауды әсемдеймін. Ол үшін осылай тесігінен үкіні өткізіп алып, орнын белгілеп аламыз. Барлығы дұрыс болғаннан кейін ыстық клейді құйып жабыстыратын боламын. Мінекей жабыстырып болдым. Енді осының үстіне шашақтарын жасыру мақсатында әдемі қызғылт түсте, яғни ашық қызғылт түсте осындай лентаны жабыстырамыз. Ожауды лентамен орап тастауға да болады, бірақ та мен осылай кружеваны жабыстырғым келді. Мінекей фантазияларыңызға қарай жабыстырасыздар. Ортасына жабыстырдым. Енді артын жабыстырып аламын. Содан кейін бірінші қабатын жабыстырамын. Артық жерін қиып алып тастаймын. Содан кейін барып екінші қабатын жабыстыратын боламын.
Мінекей қараңыздар қандай әдемі болды. Енді үстіңгі жағына моншақ жабыстыратын боламын. Клейдің көмегімен осылай 3 моншақты жабыстырып шығамын. Содан кейін барып ана артық қалған орынға молырақ клейді жағып, жаңағы үлкен моншағы бар үлкен бантикті осылай жабыстырамыз. Мінекей қараңыздар қандай әдемі болып шықты. Бантиктерін дұрыстап жібересіздер. Осы жабысып болғаннан кейін келесі кезекте мен яғни бас бөлігін жабыстыратын боламын. Бас бөлігінде мен полубусинки деп аталады, яғни жартылай моншақтар. Жартылай моншақты клейді кішкене ғана құйып отырып, әдемілеп жабыстырып шығамын. Бұл моншақтардың бір жақсы жері өте әдемі болып жабысады. Сонымен қатар кез келген жерінен қиып алып тастай аласыздар. Қараңыздар қандай әдемі, ерекше ожау болып шықты. Сонымен қатар осыған дейін жасаған бантиктеріміздің ортасына әдемілеп осылай моншақ жабыстырып шығамыз. Ендігі кезекте міне тырнақ шаш салатын ыдысымыздың қақпағына мінекей осылай ыстық клейді молырақ жағып бантигімізді жабыстырып дайындаймыз. Мінекей соус құятын ыдысымыздың керек емес жерін, артық жерін қиып алып тастаймыз. Содан кейін шаш тырнақ салатын ыдысымыздың ішіне осылай жабыстыратын боламыз. Мінекей жабыстырып болдық. Жабыстырып болғаннан кейін барып қақпағын жай ғана теріс айналдырып ішіне салып қоямыз. Сол кезде шашын тырнағын алып салғаннан кейін қақпағын қаттырақ басса мықты жабылып қалады да оңайлыққа ашылмайды. Сонымен қатар баланың шашы да тырнағы да жерге шашылып қалмайтын болады. Енді шыны ыдысымыздың шетіне кішкене де клейден жағып отырып имитация страз жабыстырамыз. Оюды қоятын жерімді белгілеп алғаннан кейін толықтай клейін жағып жабыстырамын. Мына жерде видеоға толық түспей қалған, жалпы сонымен қатар оюдан бөлек жартылай моншақтарды да клейдің көмегімен жабыстырып шықтым. Енді қайшыны әрлейтін боламыз. Ол үшін ең алдымен кішкентай ғана лента керек болады кез келген түсте. Қайшыны ашып тұрып әрлейсіздер. Бірінші бір аяғын орап аласыздар, екінші аяғын орайсыздар. Содан кейін жалпы ортасына клейді жағып жабыстырасыздар. Мінекей клейді абайлаңыздар, клей ыстық, мен сияқты қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Енді лентаның қосылған жерін шәймендеп кепкенін күтеміз да, соның үстіне клей жағып, манағы бантигімізді жабыстыратын боламыз. Жабыстырып болғаннан кейін осылай бантиктерінің барлығын дұрыстап, артық жерлерінің барлығын қиып тастаймын. Сонымен мінекей біздің қайшымыз дайын болды. Барлық жиынтықты жасалынып болды. Қараңыздар қандай әдемі болып шықты. Сіздермен бірге болған Ақтолқын Ғалымқызы. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып комментарий жаза кетіңіздер. Сонымен қатар достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Жаңа жыл жаңа бақыт табыс алып келсін. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы болсын.